жастар-ай, хабар көріп жатқан теледидардан, сұрақ жауап алып жатты ауылдардан. Жүргізуші айтыңдаршы жігіттер, Абай жолы романын кім жазған? Жабаев деп жауап берді қиналмай. Мақатаев деді бірі ұялмай. Естігенде бұл жастардың жауабын, есеңгіреп қалды месті жия алмай. Дей алмаймын мұны өмірден сый алдым, өз ұрпағын жамандыққа қияр кім? Ертең елді басқаратын ұлдардың бүгін берген жауабынан ұялдым. Жетегінде кетті мекен қиялдың, қалай ғана жамандыққа қиярмын? Поэзия пайғамбары Абайды білмегендер үшін хаттау ұялдым. Кінәлаймыз біздер кеңес уақытын, Абай жолы болған сонда жақұтым. Сол кездегі құштарлығы жастардың, тек білімнен іздеп тапқан бақытын. Дей алмаймын мұны өмірден сый алдым, өз ұрпағын жамандыққа қияр кім? Ертең елді басқаратын ұлдардың бүгін берген жауабынан ұялдым. Білімділік талайларды құтқарды, сол біліммен шың басына шыққанды. Ұят қолдау білмегені жастардың, Абай жолын жазған ұлы Мұхтарды. Кінәлі кім, заман бәлде қоғам ба? Компьютермен білім берген адамға салт дәстүрін, өз тарихын білмейтін айналдырдық сол ұрпақты наданға. Және біздер кінәртамыз заманға. Дей алмаймын мұны өмірден сый алдым, өз ұрпағын жамандыққа қияр кім? Ертең елді басқаратын ұлдардың